Көпшілік үшін әскери оркестр бұл жай ғана сап түзелген сарбаздардың шеруінде орындалатын музыка болып көрінуі мүмкін. Алайда ол нағыз патриоттықты, батылдықты бір әуенге тоғыстырған нағыз өнер иелері. Біз бүгін әуе қорғаныс күштерінің әскери институтына келдік. Ендеше әскери оркестрдің тыныс тіршілігімен таныс болайық. Әуе қорғаныс күштері әскери институтының әскери оркестрі. Бұл әскери тәртіп пен өнердің, дәстүр мен рухтың үйлесімін айқын көрсететін шығармашылық ұжым. Музыка арқылы олар жауынгерлік рухты көтеріп, жас курсанттарға патриоттық тәрбие береді. Әскери оркестр өңірдің барлық салтанатты іс-шараларының ажырамас бөлігі. Саптық шерулер, ант қабылдау рәсімдері, мерекелік концерттер мен ресми кездесулер. Барлығы оркестрдің жоғары кәсіби деңгейде орындаған әуендермен өтеді. Оркестр туралы айта кетсек, әуе қорғаныс күштері әскери институтының әскери оркестрі 1998 жылы 10 қарашада осы әуе қорғаныс күштері институтының қабырғасынан құрылды. Сол уақыттан бері бірнеше осы институт аумағындағы іс-шараларға, қалалық және республикалық іс-шараларға және мәдени іс-шараларға қатысып келеді. Жалпы айта кететін болсақ, 2015 жылы ұлы жеңістің 70 жылдығына арналған әскери шеруге қатыстық. Жалпы Қазақстан бойынша құрама оркестрден. Және 2017 жылы Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің құрылғанына 25 жыл мерейтойына арналған Астана қаласындағы әскери шеруге қатыстық. Және 2025 жылы ұлы жеңістің 80 жылдығына арналған әскери шерулерге қатыстық. Және одан басқа бірнеше осы әскери өнер байқауларына қатысып жүрдік. Қазіргі таңда оркестрдің құрамында 12 өнерпаз бар. Оның 6-ы әскери адамдар. Әскери оркестрдің өнерпаздары үрмелі және ұрмалы аспаптармен өнер көрсетеді. Оркестрдегі барлық өнерпаздың музыкалық білімі бар. Ұжымның жетістігі ұшан теңіз. Соның бірі 2025 жылы Астана қаласында өткен Сарбаз сахнасы әскерилер фестивалі. Өнер мен шығармашылықтың жоғары деңгейде тоғысқан алаңы болды. Аталған фестивальге оркестр белсене қатысып, көрермендер мен қазылар алқасының жоғары бағасына ие болды. Ұжым ұлы ойшыл әрі ақын Абай Құнанбайұлының «Айттым сәлем қалам қаз» әнін заманауи жаңаша стильде орындап, ұлттық классиканы әскери оркестрге тән ерекше мәнерде ұсынды. Дәстүр мен жаңашылдықты үйлестіре білген бұл орындау тыңдарманға ерекше әсер қалдырып, нәтижесінде бірінші орынға ие болды. Оркестрдің дирижері кіші сержант Тоқтамыс Үмбетов. Дирижер әскери оркестрдің шығармашылық бағытына жауапты мамандардың бірі. Ол оркестрге таңдалған репертуардағы әндерді әскери оркестрге лайықтап өңдейді. Тоқтамыс Маратұлы Ахмет Жұбанов атындағы музыкалық колледжді тәмамдаған. Әскери борышын өтеп келгеннен кейін өзінің кәсіби білімі мен музыкалық тәжірибесін әскери оркестр құрамында жалғастырып келеді. Негізгі мамандығы үрмелі аспаптар. Музыкалық шеберлік пен әскери тәртіпті үйлестіре білген кіші сержант оркестрдің көркемдік деңгейін арттыруға елеулі үлес қосып жүр. Өзім бітірген аспабым осы аспап тромбон деп аталады. 4 жыл оқыдық. Енді жалпы бір аспап емес, өзіміз әртүрлі аспаптарда ойнай береміз. Жалпы оқыған аспабым осы тромбон деп аталатын аспап. Өзіміздің колледжде оқып жүргенде дирижирование деген сабақ болады. Содан өзіміз дайындайды. Сосын өзіміз қазір таңда ноталар дейді ғой, партиялар, соны табу қиын. Сондықтан іздемей, жан-жақтан сұрамай, өзіміз жазып, осы оркестрге аранжировка істеп, өзіміз дайындала береміз. Мамандықта жүргесін айта кетсек, бұл өте сирек маман болып саналады. Бұл мысалы бұл маманға да көп адамдар оқуға түсе бермейді. Сондықтан оркестрді толықтыру өте қиын болып саналады бізге. Қазіргі міне таңда бізде былтыр сарбаздар ашылды. Осы біздің институтта бір жыл өз борышын атқарып,
Солардан білімді бітіргендер бар, білімді бітірмегендер бар. Енді жаймен сол сарбаздарды дайындап, өзіміз осы оркестрге жұмысқа алуға деген мақсатымыз бар. Жауынгерлік ту әскери белгі іспетті жауынгерлік музыкада әскери қызметшілердің арасында ерліктің, батылдықтың және отанға деген адалдықтың символына айналған. Әуе қорғаныс күштері әскери институтының әскери оркестрі жетістігі арқылы әскери өнердің биік деңгейін, ұлттық музыкаға деген құрмет пен заманауи көзқараста айқын көрсетті. Ұлттық мұраны жаңаша үлгіде ұсына білген ұжым өз шеберлігін жоғары деңгейде көрсетіп, ел рухын асқақтататын шығармашылық күш екенін тағы бір мәрте танытты. Назерке Аманжолқызы, Азамат Сауханов, Қайырлы таң, Ақтөбе.